Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабақ тақырыбы Сәбит Мұқанов, шығармашылық өмір жолы, Сұлушаш поэмасы, Ботагөз романы. Сабақ мақсаты Сәбит Мұқановтың өмірімен және шығармашылық жолымен таныстыру, жазушының Сұлушаш поэмасына идеялық, тақырыптық, образдық талдау жасау. Сәбит Мұқанов туралы Ғабит Мүсірепов. Сәбиттің еңбектері халық қазынасы, ел мақтаны. Сәбит еңбектерінің бірнеше өзіндік ерекшеліктері бар. Ең алдымен Сәбит ақын, Сәбит жазушы, Сәбит драматург, Сәбит әдебиет тексерушісі, Сәбит қазақ совет әдебиетін ұйымдастырушылардың бірі. Сәбиттің шығармалары әдебиетімізге берік негіздің бірі болып кіреді. Жазушы Сәбит Мұқановтың қаламынан туған еңбектер өз алдына бір энциклопедия деп жоғары баға берген. Сонымен, Сәбит Мұқанов жазушы, ақын, қоғам қайраткері, драматург, әдебиет зерттеушісі, Қазақстан ғылым академиясының академигі. Сәбит Мұқановтың өмірбаянына келер болсақ, жазушы 1900 жылы 26 сәуірде солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданындағы Жаманшұбар деген жерде кедей отбасында дүниеге келген. 7 жасында әкесінен, одан кейін анасынан айырылып, Мұстафа атты немере ағасының қолында өседі. Кедейшілікте күн кешіп, ауыл байларына жалшылыққа тұрады. Сәбит 7 жасында ауыл молдасынан оқып, хат таниды. Өз бетінше білімін жетілдіреді. 1918-1919 жылдары Омбы қаласында оқытушылар даярлайтын курста оқиды. 1922-1926 жылдары Орынбор қаласындағы жұмысшы факультетінде оқиды. 1935 жылы Мәскеудегі Қызыл профессорлар институтын тәмамдайды. Еңбек жолына келер болсақ, Қазан төңкерісінен кейін Сәбит Мұқанов ауылды кеңестендіру ісіне араласып, төтенше әскери бөлімнің жауынгері болады. Еңбекші қазақ газетінде бөлім меңгерушісі, Қазақстан педагогикалық баспасында бас редактор болады. 1935 жылы Қазақ әдебиеті газетінің редакторы болып тағайындалады. 1937-1941 жылдары Абай атындағы педагогикалық институтында дәріс оқиды. 1936-1937 және 1943-1951 жылдары Қазақстан жазушылар одағын басқарады. Сәбит Мұқановтың өмірбаянымен таныстық. Енді алған ақпаратты бекіту мақсатында сіздерге бірнеше жауабы дұрыс тест тапсырмаларын орындау ұсынылады. Бірінші сұрақ. Сәбит Мұқанов кім болған? А. Жазушы. Б. Оқытушы. С. Ұлы Отан соғысының ардагері. Д. Күйші. Е. Жырау. Ф. Суретші. G. Драматург. H. Жыршы. Екінші сұрақ. Сәбит Мұқанов қайда жұмыс істеген? А. Қазақстан жазушылар кәсіподағында. Б. Қазақ ұлттық университетінде. С. Қазақстан жазушылар одағында. Д. Мектеп баспасында. Е. Компартияның атқару комитетінде. Ф. Абай атындағы педагогикалық институтында. G. Алматы драма театрында. H. Тек шығармашылықпен айналысқан. Үшінші сұрақ. Сәбит Мұқанов қай оқу орындарында білім алған? А. Мәскеудегі Қызыл профессорлар институтында. Б. Орынбор жұмысшы факультетінде. С. Омбы жұмысшы факультетінде. Д. Ташкенттегі Орта Азия университетінде. Е. Омбыдағы оқытушылар даярлайтын курста. Ф. Абай атындағы педагогикалық институтта. G. Мәскеудегі Максим Горький атындағы әдебиет институтында. H. Санкт-Петербург орталық университетінде.
Тамаша. Келесі тапсырма талқылау сұрағы. Сәбит Мұқановтың өскен ортасы оның жазушы ретінде шығармашылығының бақытын, тақырыбын айқындауда ықпал етті ме? Өз пікірлеріңмен бөлісіңдер және өз пікірлеріңді дәлелдеуге тырысыңыздар. Келесі тапсырма. Сәбит Мұқанов кім деген тақырып бойынша кластер құрастырып дәптерлеріңе жазыңдар. Сәбит Мұқановтың шығармашылығына келетін болсақ, Сәбит Мұқанов поэзия, проза, драматургия жанрында қалам тербеген кең тынысты қаламгер. Сәбит Мұқановтың поэзия саласында жазған шығармалары бұл өлеңдері және поэмалары. Жазушының прозалық шығармаларына келетін болсақ, бұл әңгімелері, повестері және романдары. Сондай-ақ Сәбит Мұқанов көптеген пьесалардың авторы болып табылады. Сәбит Мұқановтың «Көңілім» атты алғашқы өлеңі 1917 жылы жарық көрді. 20 жылдың басында жазылған «Бостандық» өлеңінде саяси шақыру, белсенді үгіт, анық насихат берілген. 30 жылдары «Майға сәлем», «Сөз советтік армия» атты өлеңдерінен замандас бейнесі, қоғам кескіні аңғарылады. Жазушының поэмаларына келер болсақ, «Батырақ», «Жетім қыз», «Жұманның өлімі», «Бал бөпе», «Октябрь өткелдері», «Сұлушаш», «Ағаю» және тағы басқа поэмалары бар. Жазушының «Ақбөпенің сыры», «Балуан шолақ» атты повестері бар. «Балуан шолақ» повесінде жазушы қазақ халқының атақты балуаны, әнші, композиторы Балуан шолақтың өмірі туралы жазады. Қазақ әдебиетінде роман жанрын жетілдіріп, қалыптастыруда Сәбит Мұқановтың еңбегі үлкен. Бұл қатарда «Адасқандар», «Теміртас», «Ботагөз», «Өмір мектебі», «Есею жылдары», «Аққан жұлдыз» романдарын атауға болады. Сондай-ақ Сәбит Мұқановтың «Шоқан Уәлиханов», «Күрес күндерінде», «Сәкен Сейфуллин» атты пьесалары театр сахналарында сахналанған. Сәбит Мұқановтың шығармашылығы бойынша алған ақпаратты бекіту мақсатында келесі тапсырманы орындау ұсынылады. Сіздерге тапсырма кесте берілген, кестенің бір бағанында шығарма атаулары берілген, келесі бағанында жанрын сіздер өздеріңіз толтыруларыңыз қажет. Біз бүгін Сәбит Мұқановтың «Сұлушаш» поэмасымен кеңірек танысамыз. Сәбит Мұқановтың қазақ әдебиетінің алтын қорына қосқан талантты шығармаларының бірі «Сұлушаш» поэмасы. Оны өлеңмен жазылған роман деп те атайды. Қалай болғанда да, осы шығармасы арқылы ақын дәуір шындығын тарихи тақырып тұрғысынан кең қамтып бейнелеуде елеулі табысқа жетті. Шығарманың сюжеттік желісін ел аузындағы аңыздан алғанымен, ақын оны өз дәуірінің талабымен шебер ұштастырады. Жастардың бостандыққа ұмтылуы арқылы автор жалпы адамзат баласына тән азаттыққа ұмтылу идеясын көрсетеді. Автор аңыздағы халықтық сарынды сақтайды да, оқиға мазмұнына өз жанынан өзгерістер енгізеді. Сол арқылы өмір шындығын, әлеуметтік мәселелерді терең бейнелейтін реалистік шығарма жасайды. Поэмадағы оқиға бірін-бірі сүйген екі ғашық Сұлушаш пен Алтайдың махаббатына құрылған. Поэманың кейіпкерлері Сұлушаш пен Алтай екі түрлі әлеуметтік ортадан шыққан. Сұлушаш атақты Тілеуберді байдың ерке өскен қызы болса, Алтай байдың малын бағып өскен жалшы жігіт. Өмірден көрген қиындығы мен таршылығы Алтайдың намысшыл, жігерлі болып өсуіне ықпал етеді. Оның бойында тағдырдың әділетсіздігіне қарсылық, наразылық ерте оянады. Армандарына жету жолында жастар көп қиындық көреді. Озбырлардан қанша қысым көрсе де, өз сезімдері жолында бастарын тәуекелге байлайды. Махаббатқа адалдық оларды неге болса да тайсалмай қарсы тұруға жетелейді. Алтай мен Сұлушаштың озбыр топтан қашып шығып, иесіз тауды паналағанда,
оларға осы сезімдері қуат береді. Алтайдың жанында сенімді серігі Қайсар болады. Сұлушаш поэмасында автор тек әлеуметтік мәселелерді, екі ғашықтың махаббат жолындағы трагедиялық тағдырын ғана суреттемейді. Поэмада адалдық, ар тазалығы мәселесі бар. Сұлушаш пен Алтай арасындағы ғашықтық арқылы ақын махаббатқа адалдық, ардың тазалығы туралы мәселе көтерсе, Қайсар образ арқылы досқа адалдық, адамгершілік тазалығы жайынан оқырманға ой тастайды. Енді, құрметті студенттер, ұсынылған сілтеме бойынша Сұлушаш поэмасымен танысыңдар. Поэмадан Алтай мен Сұлушаштың сипаттамасын тауып, дәптерлеріңе жазып алыңдар. Орындалған тапсырмаларды менің электронды поштама немесе платформада берілген нөмірме WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы жолдауларыңызды сұраймын. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.